Сәлем достар, бүгін біз сіздермен термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану деген тақырыпқа есептер шығарамыз. Яғни 23-ші жаттығудың 4-ші есебі оқулықтағы. Газды дейді Т1 288 кельвин температурадан Т2 340 кельвин температураға дейін изобаралық қыздыру кезінде Q1 5 килоджол, ал изохоралық қыздыру кезінде 3,156 килоджол жылу мөлшері қажет дейді. Осы газдың температурасы 288 кельвин, қысымы 19,16 килопаскал кезіндегі көлемін анықтаңыз депті. Енді берілгенін жазып алайық. Есептің, яғни бірінші жағдайда қысым тұрақты кезінде оны қыздыру үшін, яғни температурасы Т1 288 кельвиннан Т2 340 кельвинға дейін қыздыру үшін қажетті болған жылу мына жағдайда Q1 деп белгілеп қойық. Бізде 5 килоджол екен. Ал тура осы газды осындай температурадан осындай температураға дейін изохоралық екінші жағдайымыз, яғни изохорамыз бізде көлем тұрақты болған кезде оған қажетті жылу, яғни қажетті жылу мөлшері Q2-міз тең 3,156 килоджол болған екен. Енді бізге айтады, температурасы, яғни Т1-ға тең кезі 288 кельвин, және қысымы 19,16 килопаскал болған кезіндегі оның көлемін анықтаңыз дейді. Яғни V1 деп белгілеп берейін бастапқы жағдай болған үшін. Осы кездегі көлемді анықтау керек екен. Енді алдымен бірінші және екінші жағдай үшін біз термодинамиканың бірінші заңын жазайық. Бірінші жағдайда изобара кезінде Q1-міз оның ішкі энергиясының өзгерісімен жұмыс жасауына жұмсалады. Ал екінші жағдай бізде изохора, ол кезде бізде жұмыс жасалынбайды, берілген жылудың барлығы оның ішкі энергиясын істеуге жұмсалады, өзгертуге жұмсалады. Енді қарап тұрсақ, екі жерде де мен дельта U1, дельта U2 деп белгілемедім. Екеуінде дельта U мен белгіледім. Себебі екі жағдайда да температураның өзгерісі қандай? Бірдей. Сондықтан ішкі энергияның өзгерісі де бірдей болады. Сондықтан екеуін бірдей шамамен белгіледім. Енді осы жерден біз тауып алуымыз керек алдымен бұл газдың қандай газ екен, яғни бір атомды ма, екі атомды ма, сонысы берілген жоқ. Соны табуымыз керек. Және Менделеев Клапейрон теңдеуін пайдаланып көлемін табу үшін бізге әрине оның зат мөлшері керек. Яғни мынаны табу үшін бізге қосымша мына екі шаманы табу керек екен. Енді алдымен осыны толық өрнектеп шығайық. Яғни Q1-ді өрнектейік. Q1-міз қандай газ екені әлі белгісіз, сондықтан ішкі энергияның өзгерісі 2-ден I ню R дельта Т болады. Қосамыз P дельта V. Ары қарай енді P дельта V-ны өрнектейтін болсақ, P дельта V-мыз Менделеев Клапейрон теңдеуі бойынша бұл жерде изобара, енді қысым өзгермеген жағдайда көлемнің өзгерісі температураның өзгерісіне тәуелді. Сондықтан бірінші ішкі энергияның өзгерісін өз қалпында жазып қойайық. Ал P дельта V-ның орнына демек ню R дельта Т-ны пайдалансақ болады деген сөз. Енді оны ары қарай жазатын болсақ, демек бірдей мүшесі мына екеу болып тұр, ню R Т. Енді осы екеуін жақшаның алдына шығаратын болсақ, ню R Т 2 қосылғыштан дельта Т. Сонда жақшаның ішінде не қалады? Біріншісінен I бөлінген 2 қалады, ал екіншісінде әрине коэффициенті 1. Яғни Q1-міз осыған тең болды, ал Q2-міз неге тең бізде? Q2 дельта U энергияның өзгерісіне ғана тең, демек ол мына бөлігіне тең дейміз. Яғни 2-ден I ню R дельта Т.
Енді осы жерден біз Q1 мен Q2-нің қатынасын табатын болсақ, яғни Q1 бөлінген Q2-ні табатын болсақ, бізде теңдігіміз қалай өзгереді? Яғни Q1-дің орнына мына мәнді қоямыз. Nu R дельта T жақшаның ішіне 2-ден I қосылған 1. Ал астында 2-ден I Nu R дельта T. Сол кезде алым мен бөлімдегі ұқсастарын қысқартамыз. Ары қарай жазатын болсақ, яғни астына жазайын, көрініп тұру үшін Q1-дің Q2-ге қатынасы демек неге тең болды? 2-ден I қосылған 1-дің 2-ден I-ға, яғни еркіндік дәрежесіне қатынасына тең болды. Енді бұны жай бөлшектенді жеке-жеке мынаны ортақ бөлім етіп алсақ, мына біріншісінен 1 шығады. Қосамыз, 1 бөлінген 2-ден I дегеніміз ол мынаның керіс саны, яғни I-дан 2 деген сөз. Енді Q1 мен Q2-нің қатынасын осы санға теңестірейікші. Сонда Q1-іміз қаншаға тең еді жаңа? 5 килоджолға, Q2-іміз 3,56 килоджолға. Яғни 5 көбейген 10-ның 3 дәрежесі джол бөлеміз 3,56 көбейген 10-ның 3 дәрежесі джол. Бұны есептейтін болсақ, мынаның қатынасы бізде шығады екен 1,4. Сонымен бізде мынандай теңдік алдық. Яғни 1 қосылған 2 бөлінген I тең болады 1,4-ге. Демек, осы жерде 2 бөлінген I-ды тапсақ, ол 1,4 азайтылған 1, 0,4-ге тең. Ал ары қарай осыдан I-ды табатын болсақ, I-мыз 2 бөлінген 0,4, яғни ол 5-ге тең. Демек, газымыз 2 атомды екен. Яғни оны таптық. Енді тапқаннан кейін бізге не белгісіз болып қалды? Мына nu белгісіз, зат мөлшері. Ньюді қалай табамыз? Яғни, мына формуладан ньюді өрнектеп алсақ, біз демек ньюдің мәнін есептей аламыз. Яғни, ньюмыз тең болады мына Q2-нің формасынан 2 көбейтілген Q2 бөлеміз, мында шықса I көбейтілген R дельта T болады, I көбейтілген R дельта T. Мәндерін орнына қойып есептейтін болсақ, яғни Q2-нің орнына нені қоямыз? 3,56-ны, I-дың орнына 5-ті, R-дің орнына 8,31-ді, ал дельта T өзгеріс ол 340-тан істейміз, 288-ді азайтамыз, яғни 52 шығады. Қойып есептейтін болсақ, жуықтаған кезде 3,3 мол шығады екен. Яғни бұл газдың мөлшері осында екен. Енді ары қарай түсінікті, яғни Менделеев Клапейрон теңдеуі бойынша P1 V1 тең болады неге? Nu R T1-ге. Енді осы жерден V1-ді табатын болсақ, яғни V1-ді ол бізге неге тең болады? V1-ді есептейтін болсақ, ол Nu R T1-ді бөлеміз P1-ге. Яғни мына қысымға бөлгенге тең деген сөз. Мәндерін орнына қойып есептейтін болсақ, яғни зат мөлшерінің орнына 3,3-ті, R-дің орнына 8,31-ді, және T1-дің орнына біз 288-ді, сонымен қатар P1 қысымның орнына 19,16 килопаскалды қоятын болсақ, V1-іміз бізде жуықтағанда 0,4 метр куб шығады екен. Яғни, бұл газдың бастапқы көлемі 0,4 метр куб дегенді түсіндіреді. Балалар, яғни біз бүгін 23-ші жаттығудың 4-ші есебін шығардық. Изобаралық және изохоралық процестер үшін термодинамиканың бірінші заңына арналған есебе. Есептің шығарылуы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, видеоның астына пікір қалдырыңыз, мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.